Бұл әнжүр деген жеміс. Сіздерде не деп айтады, оны мен білмеймін енді. Жалпы атамасы әнжүр. Инжир? Инжир дейсіздер ма, білмеймін енді. Бұның емдік ролы мен сіздерге айтам. Өте керемет бұл. Енді мен доктор емеспін. Егер доктор болсам, мына дәрі, мына өкіл деп сіздерге айтып берсем болады, дұрыс па? Сондықтан мен дәрі ретінде осындай ас тағамдарды айтамын, достар. Кәнекей, көрілім саны өрлесінші, мен сіздерге керемет. Енді бұл болса, сіздер не дейсіздер? Інжір жемісі дейсіздер ма? Мен осының емдік ролын оқып берейін, толық тыңдаңыздар. Әнжір жемісі тәтті, дәмді, жылы, ырайлы, құрғақ жемістер тобына жатады. Бұл жас кезі, мен тауып алып келдім, Алматыда бар, іздесеңіздер. Ал енді осының құрғатылған түрі мен жасының farқы не? Қалай жасы, қалай тез ем болады адамға? Енді мен осыны сіздер толық тыңдаңыздар. Ағаштың басында өсет бұл. Адамның денсаулығына төтенше пайдалы, қуаттық. Мен группаларға аударып тастап қойғам, сіздер танитын жазуда. Енді бұны толық тыңдаңыздар. Емдік құрамдары мен айтуым бойынша не үшін әнжүр варенесін тұтынуымыз керек дегенде, ол адам денесіне көп деген жақтардан пайдалы, бүткіл адамдарға пайдалы. Әрі бұны дәрі ретінде тұтынғанда сөзсіз суға қайнатып істететін болғамыз кезінде, дәрі ретінде суға қайнатып. Ал енді бұны астағам ретінде істеткен кезде мен сіздерге керемет жағын айтып өтем. Кәнекей достар, өте көрілім саны аз болып тұр. Бұндай білімге деген адамдар деген анталап кіру керек қой. Бұл өзі арзан, өте керемет, тегін білім. Көріңіздер, достар. Енді бұл әрі бұны дейді дәрі ретінде пайдаланған, бұрын суға қайнатып, мына емшіліктерді. Енді осы кезде астағам ретінде мұраппа, әнжүр қалай жасайсыздар, мен сіздерге айтамын. Енді бұл не ауруларға ем? Толық тыңдаңыздар. Әнжүрдің адам денесіне пайдалы жақтар: іш қату, асқазан тазалау. Жазып алыңыздар. Іш қатуға, асқазан тазалауға. Әдетте жақсы сәлеметсіздер ме? Адамдардың запор іш қатады. Бұл іш қатуға ерекше пайдалы. Іштеріңіз қатып жүрме, запор бар ма? Іш қату, асқазан ойылу, асқазан жарасы бар, асқазан ас сіңбеу, асқазан тазалайды, шектегі қалдық заттарды түсіреді, және тамақ ауырғанға табылмайтын ем дейді. Тамаққа. Тамақ дегенің бізде зоб, тамақ түрлі ауырады, ангинадан, айта берсеңіздер, көп қой, аурудың түрі көп. Адамдарда түрлі аурудың түрі өте көп. Енді сіздер осын толық тыңдаңыздар. Мына жерде Қытай тіліндегі материалдан аударып, мен сіздерге группаларға сап қойдым емдік ролдарын. Ал енді осының емдік ролын білгісі келетін кісілер группада жоқ, телефон номер тастаңыздар. Дереу группаға кіріп, соны мен толықтай айтып отырам ары қарай группада. Бұл жерден бір айтылған ем ресеп екінші рет айтылмайды. Кәне, сырттан кіріп жатқан тораптастар, телефон номер тастасаңыздар, группада толығын біле аласыздар. Бізде көп адамдық тиктогымыз блокқа кетті. Бұда аз адам болғанмен бізде группа бар. Енді группадан тыңдай аласыздар. Бұл тамақ ауырған ем, шектегі уыттайдайды, денедегі уыттайдайды, ісікті қайтарады, қанды тазалайды. Адам денесіне қан айналысын жақсартады, асқазан қыжылдаған жоғалтады. Әдетте дейді, 5-7 талын қайнатып сумен қосып ішсеңіз, шектегі уыттайдап ішті жүргізеді. Бұның кеуіп тұрған түрі бар, кепкен түрі бар. Кепкен түрі бар. Бұл әнжүр, інжүр дейсіздер ма, сіздер не дейсіздер? Енді бізде әнжүр дейміз. Бұл емдік рол өте керемет. Бұл өте керемет емдік. Бұл түрлі ауруларға ем. Түрлі ауруларға ем. Сіздер ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер, достар. Керемет, менің сөзім тыңдап отырған сіз керемет врач докторсыз. Ал керемет аптека дәріхана сіздің ас үйіңіз. Не көріңіздер, бұл өте керемет әнжүр жеміс. Енді осының қалай жасап, біз қалай қолданамыз? Группада жоқ кісілер телефон номер тастаңыздар. Мен группада толықтай сағат
таңертеңгі сағат 10-да мен группада лекция оқимын, өзім группаға кіріңіздер, қане телефон нөмір қалтырыңыздар. Сәл тұрып бой биіктік салмақтарыңызға мен нақтылы өлшемді салмақтарыңызды есептеп берем. Ал енді бұның адам денесінің қан айналымын жақсартады дейді. Асқазанның қыжылдағанын жоғалтады. Әдетте бұны суға қайнатып ішсек те болады. Ең пайдалы астағам қолдану ретіндегі мұрақпа жасауды үйретемін мен бүгін сіздерге. Телефон нөмірлерін жазып группаға. Біз эфирден түскеннен кейін сіздерді группаға қосамыз. Ары қарай толықтай мен сіздерге группада айтып отырамын. Ал енді бұның біз енді әнжүрдің дейді варенесін тұтынған кезде геморрой бар науқастарды сауықтырады. Геморрой бар кісілер бар ма? Геморрой. Менде геморрой бар деп жаза кетіңіздерші. Мына біреу не қылып алды? Қарашы. Болды. Геморрой бар кісілер бар ма? Анос қанайтын, геморрой бар кісілер бар ма? Геморройға керемет емді жазып алыңыздар, геморройға. Осыны қалай қолданасыздар геморройға? Ол түрлі-түрлі ұқсамайды. Сіздер осыны алып қане жей салу емес. Мына жерге бір келесіздер, анау жақсы ем екен ғой, болды, біліп алдық. Ана әнжүр жей сала деп. Олай емес, достар. Бұл түрлі-түрлі ғылыми түрдегі жасау жолдары бар. Түрлі-түрлі. Бұл базарда, Алматыда бар, бүткіл қалада бар, бұл Қытайда да бар, қазақ елінде де бар. Бұл өте керемет. Енді Қытайда осы шөптер емшілігінде бұл өте керемет қолданылады. Бұдан дәрі жасаймыз. Өте керемет. Ал енді геморройға толық жазып алыңыздар геморройға. Ал енді сіздер группада жоқ кісілер телефон нөмір жазыңыздар да, қалғанын группада сұрасаңыздар, менде міне қыздар бар. Группаға толықтай түсіндіреді геморройды. Геморройға өте керемет ем бұл геморройға. Қалай істетесіздер геморройға? Енді толық тыңдаңыздар, геморройға. Геморройға бұның сыртындағы тонын істетеміз. Міне, көріңіздер, мына жас кезіндегіні. Осыны қалай істетеміз? Толықтай қане жақсылықты көппен бөлісіп, эфирді тарқат отырыңыздар. Алайда, бұлайда, алайда, бұлайда тарқатыңыздар. Қандай керемет, жақсы білімнен неге қашасыздар? Әзір мен жерде жылап, біреуді жамандап, янаттап, боғауыз айтсам, барлықтарыңыз келесіздер. Ойбай, ана керемет, біз хабар ақпаратты тыңдайықшы деп. Мынандай денсаулықты қайдан табасыздар? Сол үшін менің сіздерге айтатын геморрой бар кісілер осыны сыртындағы тонын істетесіздер геморройға. Тонын толық тыңдаңыздар, достар, геморройға бұның сыртындағы тонын. Ал енді мынаның ішін ашып көріңіздер, міне. Сіздер ойлап қалуларыңыз мүмкін, мына құртпа деп. Бұл өте ғажайып нәрсе. Бұл емдік ролын сіздер біле бермейсіздер, достар. Ал енді бұл әйел адамдарда етеккір тоқтап қалған, етеккір жақсы келмейтін, біздегі аналық без қартайып кеткен қыздар бар ма? Бар деп жаза кетіңіздерші. Тоғыра осының емдік ролын айтам. Мынаның ішін ашып көріңіздер, бәлкім жегілеріңіз келмей қалады. Мынау быжылдаған құртпа дейсіздер. Не көріңіздерші? Әптен көріңіздер, міне. Бірақ сіздер бұлай сескеніп қалмаңыздар. Мынау құртпа, мынау не деп. Міне. Көріңіздер, Бұл құрт емес. Бұл аналық безді жасартуда, етеккірді қалыпқа келтіруде, және біздегі геморройға. Қалай істетесіздер? Геморройға осының тонын істетесіздер, жазып алыңыздар. Тоны деген сыртындағы мынау жас кезіндегі жапырағы, геморройыңызды солқылдатып тұрып жұлып алады. Бұл өте керемет ем. Бұны көп адам біле бермейді. Міне сыртындағыны геморройға чаптайсыздар, күнделікті геморройға чаптап қоясыздар. Бұл құрғайды, құрғаған кезде алып тастайсыздар. Ал енді әйел адамдарды маткаға етеккір тоқтап қалған, аналық без қартайып кеткен, етеккір келмеу, бұған қалай істетесіздер? Тура бұның ішіндегі, көріңіздер, міне, ішіндегі осы құрт сияқты, мына жыбырлап тұрған құрт сияқты. Көр алдыңыздар ма? Көріңіздерші?
Енді бір не кетпеш қалақ. Таза. Бұл сыртындағысын геморройға істетесіздер. Геморройға осыны чаптайсыздар. Бірінші рет дәрет алып, әдемілеп жуып, содамен жуасыздар, содамен дәрет аласыздар. Болғаннан кейін құрғатасыздар, қағазбен сүртпейсіздер. Қағаздың өзі микроб. Салфетканың өзі, мына қағаздың өзі микроб. Істетпейсіздер. Ата-бабамыз бұрын не істеткен? Қолда қол чыт істеткен. Орамал осындай. Ал енді осыны чаптайсыздар геморрой бар кісілер, мынау чапталады өзі, нәм су болып тұрады да, қаншалық чаптасаңыздар да бұның зияны жоқ. Ал енді етеккір тоқтап кеткен, әйел адамдар болса, етеккір тоқтап кеткен, мынаның ішіндегіні қырып аласыздар. Мынау қырылып алынады. Бірақ енді мынау құрт па деп кей адам сөйтіп ойлайды, жыбырлап тұрған құрт қой мынау деп. Өтте құрт қоқшай, бүткені біздің аналық безіміз осындай, әрине осындай болады. Құрт сияқты, тісі бар сияқты. Осыны қалай істейсіздер, тоқтаңыздар. Бұны балмен қосып жейсіздер. Аналық безге балмен қосып. Осыны қырып аласыздар. Бұның бәрін дәмін қырып аласыздар. Содан кейін сыртындағысын геморройға істеттіңіздер. Міне толық тыңдаңыздар, сіздер білімнен қашпаңыздар. Бір күн зиян шегіп қаласыздар. Группаға кіріңіздер, группада жоқ кісілер телефон нөмір тастаңыздар. Екеудеріңді чек көріңдер. Бұл өте керемет ем. Осыны барлығын қырып аласыздар да, бұны мантаваркіде 15 минут бууда пісіріп аласыздар. Мына дәнін пісіріп алған соң балға араластырып, күніне 2-3 қалақ жеп тұрасыздар. Түсінікті болды ғой достар, түсіндіңіздер ме? Түсінбесеңіздер группаға кіресіздер. Енді геморройды сауықтырады. Бұл асқазандағы және ішектегі желді жоғалтады. Асқазандағы ішектегі желді жоғалтады. Әсіресе дейді, қарттар мен балаларда болатын ұйқысыздық, іш қату, тамақ ауыру, көкжетер, дәреті қату және тамақтағы тәбеті тартпау көптеген ауруларға шипалы арнаулы медицинада дейді. Дәрі ретінде түрлі жақтардан қолдануға болады. Көптеген пайдалы жағы бар дейді. Міне, мен Қытай материалынан алып, сіздердің тілдеріңізде аударып, группаға сақ қойдым. Бүгін таңертең көрген кісілер бар ма? Соны оқып шығыңыздар. Ал бұның жолы түрлі ұқсамайды. Бұл бүткіл ауруға ем. Сіз запорға ерекше ем бұл. Ішек тазалауға, асқазан тазалауға, осының қабығын сыртындағы тастап тастаймыз ғой. Қонынан тартып, сақалынан тартып, көп нәрсені ем екенін мен сіздерге дүние жүзінде жеп жатқан азық-түлік көп. Соның емдік ролының бәрін айтам мен. Адам көп тиктогымыз банға кетіп қалды, бірақ оның да бір қайыры бар. Уайымдаған жоқпыз. Алладан сұрап жатырмыз. Группамыз күннен күнге көбейіп жатыр. Ал енді бұның басқа да ауруларға қалай істететін емдік жақтарының барлығын мен группада айтып отырам. Достар, группада жоқ кісілер телефон нөмір қалтырыңыздар. Біз эфирден түскенде сіздер группаға қосамыз.